Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бүгін бибайша, сіздермен бүгін өріктен тосап жабатын боламыз, яғни варенье жабатын боламыз. Езілмейді, дана-дана болып шығатын вареньелардың рецептімен бөлісемін. Ал менімен бірге болыңыздар. Бисмиллахсе, бірінші өрігімізді тазалап, 3-4 қайтара жуып аламыз. Одан кейін ыдысымызға ішіндегі дәнектерін алып, салып шығатын боламыз. Барлығын осылайынан салып, әдемілеп алып салатын боламыз. Бізде сүйегі кіріп кетпеу керек. Осылайынан барлығын алып, ортасында қантымызды, бір килодай қантымызды салып қоятын боламыз. Одан кейін және үстіне өріктерімізді қойып шығатын боламыз. Тазалап және қойып шығатын боламыз өріктерімізді. Барлығын осылай тазалап, бірінен кейін бірін осылай салып шыға беретін боламыз. Және мына жерде қант қоямын, қант саламын. Сіздерде дәл осы тәсілмен істеп көріңіздер. Вареньеларыңыз өте әдемі, дана-дана болып шығатын болады. Осылайынан әр арасына слой-слой қылып, шекерімізді осылай салып отыратын боламыз. Енді мен бұл жерде вареньемізға 2 бокал су құятын боламын. Мінекей 2 бокал суымызды құйдым. Дәл осы сиропта бір 3-4 сағатқа қойып қоятын боламыз. Өрігімізге әбден сіңу керек біздің сироптарымыз. Осылайынан өте әдемі болып шығады біздің вареньеларымыз. 2-3 сағаттан кейін бір қайнатып, астын өшіріп қоясыздар. Бір 10 минуттай қайнатып, астын өшіріп қойдым. Мінекей екінші рет қайнап жатыр. Бізде көбіктер шығады, осындай көбіктер пайда болады. Көбіктерін алмаймыз. Осылай сапырып жіберсеңіздер, өзі кетіп қалады. Барынша жай отта қайнатуға тырысыңыздар. Өшіріп, 2-3 рет өшіріп істесеңіздер, өте дәмді шығады біздің вареньеларымыз және езілмей шығады. Мінекей осылайынан сапырып жіберетін боламыз 1-2 рет көбіктерін. Бұл бізде уже екінші рет қайнап жатқаны. Және өшіріп қойып, және бір қайнатып алсаңыздар болады. Мен дәл осыны бір 20 минуттай қайнатып, дайын болып қалған вареньеларымызды, банкаларымызды жуып, стерилизация етіп, банкаларымызға құйып жауатын боламын. Мінекей біздің вареньеміз дайын. Осылайынан құйып жауа берсеңіздер болады. Өріктеріңіз езілмейді, дана-дана болып шығады. Дәл осы әдіспен жауып көрсеңіздер, ешқандай да өкінбейсіздер. Мінекей осылайынан құйып, закрывашкамен жауып алатын боламыз. Екінші рет және бір көрсетіп жіберейін. Банкымызды жуып тазалап, стерилизация етіп, үстінен құятын боламыз. Мен крышканы банканы да үстінен қайнаған су құйып, 20 минутқа қойып қоямын. Сол кезде барлығы дайын болып тұрады. Осылайынан барлығын құйып алып, бұларды орап жауып алатын боламыз. Өте дәмді, қыстың күні балдарыңыз сүйсініп жейтін болады. Бізде банкымыз дайын, енді крышкасын жауып, бұрап алып қойсақ болады. Бізде осындай сұлулықтар шықты. Бізге ас болсын, сау саламатта болыңыздар.